Бүгінде халал асқа деген сұраныс күн санап артып келеді. Әрі бұл саланың дамуына жағдай жасалуда. Дегенмен кезек күттірмейтін шаруалар да жоқ емес. Халал индустриясы қайтсе дамиды. Халалдың қандай пайдасы бар? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Қасиетті Құран кәрімде: "Ей иманға келгендер, біз сендерге берген жақсы нәрселерден жеңдер, әрі Аллаға шүкір етіңдер, егер құлшылықтарыңды тек оған арнап жасаушы болсаңдар" делінген. Халал барша мұсылмандардың күнделікті тыныс тіршілігіне қатысты шариғат тыйым салмаған іс-әрекеттерді қамтитын ислам дініне тән ұғым. Халал біздің өміріміз үшін аса маңызды. Халалға мән беріп, астың адалынан ғана жеген адамның өмірі берекелі, дені сау, құлшылығы мықты болады. Бүгінде елімізде малды дұрыс соймайтындар, оның тазалығына да мән бермейтіндер кездеседі. Оған қоса өнімнің құрамына мұсылмандар үшін харам болған нәрселерді қосатындардың қатары көбейді. Сол себепті біз ішіп жеген әрбір асымызға мән беруімізге тура келеді. Қазіргі уақытта қаншама мұсылман қауымның ішінде мен дұғам қабыл болмай жүр. Менің қиыншылықтарым болмай жүр. Шешілмей жатыр. Алла тағала мен дұғам қабыл болмай жатыр деп несеп сондай бір сөздер естіп жатамыз. Оның да бір себебі бар. Не себептен? Оның да өйткені қабыл болмау себебі біздің жеп жатқан асымызға да байланысты екен. Біздің денемізде қаншама Алла тағала бұйырған нәрседен жеп қойғанымыздан денеміз сол нәрседен қоректеніп жатыр ма? Бұл уақытта біздің дұғаларымыз қабыл болмай келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде аш-жалаңаш, үстері, киімдері алба-жұлба, айдалада екі қолын аспанға көтеріп Раббысына дұға жасайды бір пенде, бірақ оның дұғасы қабыл болмайды дейді. Өйткені оның дұғасы қабыл болмауының себебі оның лұқмасы дұрыс емес дейді. Яғни жеген азығында кінәрат бар. Сол жеген азығы шариғат талаптарына сай емес. Жеген азығы халалдан болмағандығы себепті оның дұғасы қабыл болмайды дейді. Иә, қанымызға харам сіңсе құлшылығымыз да дұғамыз да қабыл болмайды екен. Дінімізде тек доңыздың етін жеп арақ ішу ғана емес, біреудің ақысын жеп тапқан, тараздан жеп тапқан, пайыздан түскен, ұрланған, тағы сол сияқты ақшаға сатып алынған тамақты жеу де харам болып есептеледі. Кейбір уақытта, қазіргі уақытта жаңағыдай процентпенен, және де біреудің ақысын жеуменен, біреудің тауып отқан ақшасын ризалығын бермей, жаңағы қолында ақшадан несесін байлығын тартып алу, немесе ұрлап алу, оның бәрін жеп отқанымыздан соң өзіміз ғана жемей, бала-шағамызға, үйдегі бала-шағамызға береміз. Өзіміз ғана ол нәрседен зарбап шекпейді екенбіз. Тек қана не бала-шағаларымызға да сондай харам нәрсені жетіп тауып берген соң бала-шағамыз ертең жаман адам болып шығады. Бала-шағам ұры болып, бала-шағам осындай жаман болып кетті деп, және де не істейміз, тағы да ол жағынан өкінеміз. Не себептен жаман болды деп? Ол жаман болу себебі де жаңа бала-шағамызды басында дұрыс тамақтандырмағандықтан, халал жолмен, Алла тағаланың бұйырған жолмен жүрмегенімізден, сонда зардабын шегіп жатамыз кейін. Біздің елде мұндай жағдайлардың алдын алып, түрлі өнімдерді дайындайтын өндіріс орындарын қадағалап отыру үшін бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлының бастамасымен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанынан халал өнімдерді стандарттау бөлімі ашылды. Бүгінде аталған бөлімнің мамандары ел бойынша көптеген компаниямен жұмыс жасауда. Біз 2014 жылы 8 қазанда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанынан халал бөлімін аштық. Қазақстандағы шығып жатқан өнімдердің жаңағы біразы халал болып шығып жатты, бірақ сол халалдың біздің шарттарына, талаптарына сай ма, сай емес пе, мынау мұсылмандардың арасында діни басқармаға сұрақ көбейіп кетті. Осы мәселеде біз осы діни басқарманың жанынан өзіміз халал бөлімін ашқан дұрыс көрдік. Негізі діни басқарманың халалдағы ашудағы мақсатымыз ол халалдың жүйесін дұрыс жолға қою. Яғни жаңағы дұрыс қадағалау, халалдың шарттарын дұрыс жаңағы бекітіп, дұрыс жаңағы елге жеткізу. Жаңағы мұсылмандарымыз халал деп жеген ас арасында да халал болу. Діни басқарманың негізгі мақсаты осы. Халал өнімдерді стандарттау бөлімінің меңгерушісі Бейбіт Әліпбайұлының бастамасымен еліміздің барлық облыстарында көптеген жұмыстар атқарылуда.
Осы жолда аянбай еңбек етіп келе жатқан ағамыз кез келген өнімге 100% таза деп үкім беруге болмайтынын, халал терминінің бизнес көзіне айналғанын, тағы сол сияқты көптеген проблемалардың бар екенін жасырып қала алмады. Аталған бөлімнің басты мақсаттарының бірі осы сұрақтарға жауап іздеу деді ол. Ендігі мақсат қазіргі таңда жалпы мұсылмандар қауымының көбісі шынтуайтын айту керек, кезінде халал дегенде біз ең әуелі осы шұжықты ойлар едік. Кейіннен халал деп асқа өтті, кейіннен халал деп тұрмыстық заттарға өтті, кейіннен халал деп барлық нәрсеге тағылатын болды. Осының мағынасын ажыратып берсеңіздер деп жалпы мұсылман қауым тарапынан көбірек сұрақтар келе бастады. Шын мәнінде де бір өкініштісі бұл халалды жалпы ненің халал, ненің харам екенін үкімін бір ғана Алла береді. Оның үкімін пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның де айтқан сөзінде ондай халалды халал деу, харам деу үкімі маған да берілмеген деген. Бұны осы жақтарын ескере келе, ол халалды ойыншық етуге болмайтындығын біз мұсылман қауымына ескертуіміз керек. Өкінішке орай халал есто, монша, немесе сауна, немесе нотариус дегенге де біздер кезінде комментарий беруге тура келді. Сондықтан ол нотариус, неге сіз халал нотариус бола аласыз десе, мен алдамаймын. Есто неге халал болу керек десе, бисмилля деп бастаймыз деген секілді сұрақтарға жауап берілген уақыттар болды. Бұның барлығы біздің санамыздың төмендігі деп айтар едім. Және біздің мұсылман қауымының бұл бағытта да шынтуайтын айту керек, білімдерін жетілдіру керек екендігін заман талабы көрсетіп отыр. Бүгінде еліміздегі ірі компаниялардың өнімдері арнайы зертханаларда тексеруден өткізіліп, халал стандарттарына сай өнім дайындайтын мекемелерге Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының сертификаты берілген. Осы тұста тексерістен тыс уақытта өндіріс орындары халал стандарттарына сай жұмыс істей ме деген сұрақ тууы мүмкін. Ол үшін діни басқарма мамандары сертификатталған компанияларды тұрақты тексеріп отыру үшін арнайы өкілдер тағайындаған. Олар мекемелерді жиі тексерістен өткізіп тұрады екен. Ол жаңағы бір компанияға барып халалдың сертификатын бере салу емес. Оны жаңағы халалдың шарттарын толық орындатып